піл оқиғасы сол кезден бастап Қағбаны негізінен бұрыннан бастап әртүрлі сенімде болса да, бірақ зиярат ететін адамдар көп еді. Әсіресе Құрайштар, бұлай айтқанда өздерінің күш қуаттарымен біз тек қана бұл Қағбаны ие боламыз, біз тек қана Қағбаны сырттан эфиопиялық немесе басқа бір нелерден қарағанда біз жақынбыз деп, сол Қағбаны бұлай айтқанда қоршап ие болып, солар не істейтін, құлшылық жасайтын. Күндердің бір күні Эфиопияның қарамағында Йеменнің әкімі Абраха сол нені Қағбаны қарайды да қызғаныш білдіреді. Неге осынша адамдар ағыл түгіл, бұлай айтқанда топ-топ сол тек қана Қағбаға барады. Бұларды беттерін басқа бір нелерге бұру керек. Сөйте сала дүниенің бүкіл осындай байлықты жинап, алтыннан, күмістен не істейді? Сана қаласында Күллейс деп аталатын шіркеу салады. Шіркеу салып, ол шіркеуінің бұлай айтқанда қазіргі көптеген шіркеулерде осындай сарымен бояды, соның белгісі болатын шығар. Сыртын осындай алтынмен, ішін күміспен, осындай қымбат, бағалы осындай нәрселермен не істеді? Жасап қойды. Жасағаннан кейін, сөйтіп, одан кейін хабар жіберді. Меккеге. Келіндер, осындай не бар, құлшылық жасайтын жер бар. Сөйтіп, көптеген адамдар келді дейді. Топ-топ адамдар келді, бірақ сол байлықты қарап, ешқайсы құлшылық жасаған да жоқ, ешқайсы бір нені табыған да жоқ. Қайтып сол Қағбаға қарай кетті. Қайта оның қызғаныш баспай, сөйтіп, сол Қағбаның айналасына барып әрбір қарағаннан кейін, бұл мәселені арабтардың ішінде Нуфайл есімді, бұл кімді? Абраханың қылығын білгеннен кейін ашу шығып не істеді? Мен барып солардың шіркеулерін бір көрейін. Сөйтіп, бір нәрсені істем деді. Нуфайл есімді араб сапар шегіп келіп сол шіркеудің ішіне кіріп, бұлай айтқанда шіркеудің ішінде кіші дәретін шығарып қашып кетеді. Кеткенден кейін бұның қылығыны Абраха естіп, дереу өзінің әскерлерін жинайды. Әскерлерін жинайды да, барып біз не істейміз? Қағбаны бұзамыз. Бірақ бұл Қағбаның иесі ол кім? Алла Тағала. Сонау басында Алла Тағала не істеді? Оны зиярат мекен, мұқаддас, қасиетті да, Ал-Харам не үшін дейміз? Екі құрметті болған. Ол жерде кез келген сіз жандықты өлтірсеңіз, ол харам. Осы Қағбаны құртуымыз керек деп, Абраха осындай өзінің әскерлерімен ақылдасады. Бірақ Алла Тағала Құран Кәрімде айтады: "Астағизу биллахи ва макара ва макараллаху валлаху хайрул макирин." Макр ететіндер, айла жасайтын адамдардың, Алланың айласы, Алланың бұлай айтқанда оларға беретін айласы олардан не хайрырақ, күштірек. Бұлар осындай ойлады. Біз не істейміз? Қауым жинаймыз. Лашкар бұлай айтқанда әскерлеріміз жинаймыз да, барып сол Қағбаны, сол адамдармен, сол жерден құлшылық жасап жатқан адамдармен қоса сол Қағбаны бұзам дейді. Сөйтіп, бүкіл нелерін жинап, Қағбаға жақындап келгеннен кейін, ең алдымен сол Қағбаны бұзбай тұрып, өзінің жау жүрек осындай хабаршыларын жіберді. Хабаршыларын жіберіп, Абдумуталиптің, Абдумуталип білеміз, Пайғамбар атасы, Құрайштардың бұлай айтқанда ақсақал басшысы. Бірнеше жүздеген түйелер бар еді. 200 түйесін бұлай айтқанда ұрлап алып келді. Өздері тарапынан. Кім? Абраха. Алып келді, бұлар ойлады, Абдумуталип бұл нәрсен бейхабар қалады. Бірақ бұл хабар кімге? Абдумуталипқа барып жетті. Сөйтіп, оның артына өзінің елшілерін қайттан жіберді. Барып Абраханы айтыңдар, олар шығып кетсін, біз Қағбаны бұзамыз. Сөйтіп, олар келгеннен кейін Абдумуталип не деді? Сендер бұл нәрсені бастамай тұрып, мен 200 түйемін қайтарыңдар. Бұл хабар қайттан кімге? Абраха жеткеннен кейін Абраха ашуланды. Сендер қалай? Біз Қағбаны бұзақ десе, сенің 200 түйені қарап отырам ба? Абдумуталип айтты: мен сұраған нәрсем 200 түйем. 200 түйемін берсең, бер. Ал Қағбаны не істесең істе, бірақ оның қорғаушысы Алла деді.
Сен оны ештеңе істемейсің деп, осы талас 2-3 рет кетті Абраха мен Абдулмуталиптің арасында. Сөйте сала Абраха амал жұқнан не істеді? 200 түйесін кімді? Абдулмуталиптің 200 түйесін қайтарып берді. 200 түйесін қайтарып бергеннен кейін дереу ол сәтте Абдулмуталип 200 түйесін жинап өзінің құрайыштарына хабар берді. Егер осылар былай айтқанда соғысқа, осы Қағбаны бұзуға егер келетін болса, онда сендер не істейсіңдер? Тау тасқа, осына жырақ жерге барыңдар. Мен де өзің жақын нелеріммен кішкене мына Қағбадан алыстаймыз. Себебі ол әскермен басып келетін болса, олар бірнеше мың есе көп мыналардан. Сөйтіп осындай ақылдасып отырғаннан кейін, ол кездегі тарихшыларымыз айту бойынша милади 571 жылы, бірақ Мухаррам айының 17-сі дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам білеміз, сол 571 жылы милади бойынша Мухаррам неден емес, Рабиул Ауал. Қазір Рабиул Ауалның бүгін 11-і. Осы Рабиул Ауалның 12-сі, немесе 12-сінің түні деп ғалымдарымыз кім Пайғамбар саллаллаху дүниеге келгенін айтады. Бұл айтқанда шамамен Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дүниеге келуден 2 ай алдын. Кейбір тарихшыларымыз 55-ақ күн алдын осы оқиға болды. Бірақ Пайғамбар саллаллаху дүниеге келудің уақытына сол бір күн, бір түнде бірнеше, тіпті 10, 12, 15 оқиға болған. Оны иншалла алдымызға келеміз. Осы уақытта 2 ай алдын бұлар не? Себебі сол Меккені ластан неден тазару мақсатында осындай нәрселер болып жатыр. Сол 571 жылы Мухаррам айының 17-сі кім? Абраха өзінің әскері дайындады. Неге қарай? Мекке қарай жақындап келді. Мекке қарай жақындап келсе, сол өзінің былай айтқанда жол көрсетушісі, жол бастаушысы, Абраханың жеке өзін жол көрсетушісі бар еді, Нуфайл ибн Хабиб есімді. Сол Нуфайл ибн Хабиб кімді? Абраханың түйесін айдап келетін. Бұл пілін айдап келетін. Бұл піл оқиғасы осыған арналған. Неге? Абраха сол пілді айдап сол Қағбаға тіпті кірмей тұрып, сол аймаққа былай айтқанда Ал-Харам мұқаддас болған жерге кірмей тұрып, кім? Нуфайл ибн Хабиб сол пілдің құлағына сыбырлады. Ей жануар, бұл пілдің өзінің аты бар еді, Махмуд деген. Ей Махмуд, осы аймақта, былай айтқанда, осы территорияда шүк, ары қарай жылжыма. Егер сен баратын болсан, ол Алла Тағала мұқаддас, яғни қасиетті болған, Ал-Харам болған, Алланың үйін яғни бұзуға барып жатыр. Сен осы жерден ары қарай кетпе, кететін болсаң, онда біттің. Артқа қайтатын болсаң, қайт деп, сөйтіп осы нәрсені, осы сөзді кім? Нуфайл ибн Хабиб, сол Махмуд деген, яғни пілдің құлағына былай айтқанда сыбырлап айтты. Сыбырлап айтты да, өзі сол пілден түсіп та қашты. Өзі басқа бір бетке қашып кетті. Себебі ол біліп жатыр. Өйткені оның жүрегіне иман бар. Егер жақындайтын болсаң, онда Алланың қаһарына, Алланың азабына бұл жануарлар мен адамдармен бірге қалам деп. Сөйтіп өзі қашқаннан кейін қалған әскерлері таң қалады. Пілді тұрғызып, еменге қарай, шығысқа қарай, басқа бағытқа қарай егер бағыттайтын болса, онда піл кетіп жатыр. Бірақ Мекке қарай жылжымайды. Мекке қарай егер жүгінетін болса, жылжытатын болса, ол піл осындай орнына шөгіп, ары қарай жылжымай жатыр. Сөйтіп өздері барады. Әлгі піл қалады, ары қарай бармайды. Өздері сол лашкарлар Абраха бүкіл барады. Баршамызға белгілі, Алла Тағала қай сүрені? Филді нәзіл еткен. Фил нәзіл еткен осы Әбәбилдің осы Абраханың оқиғана байланысты. Алла Тағала Құран Кәрімде Фил сүресінде айтады: Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Алам тара кайфа фа'ала раббука би асхабил фил. Раббың піл иелеріне істегенін көрмедің бе? Алам яджал кайдахум фи тадлил. Олардың айларын түкке алғысыз етпеді ме? Алам яджал кайдахум фи тадлил ва арсала алейхим тайран абабил. Және сол әскер
Кабаға жақындағаннан кейін бірден не істеді? Жақындағаннан кейін Алла Тағала тарапынан осындай бұршақтай, яғни оттан қыздырған, яғни нелер тастар лақтырды. Ол тастарда жайдан жай емес, сол әбәбил деген құстарды Алла Тағала тарапынан жіберді. Әбәбил деген, яғни құстар сол ұшып келіп, ауыздарынан бір тас, екі, былай айтқанда аяқтарына екі тастан әкеп, әрбір адамға тиген тас сол адамды ертіп тастады дейді. Сол жерде болған қалған жануарлар, қалған сол әскерлер бүкіл барын естеді. Осындай, былай айтқанда жермен жексен болды. Абрахада тарихшылар айтуы бойынша бірден қайтыс болмады, бірақ жарақаттап, сол жарақаттың кесірінен ақыры не істеді? Қайтыс болып кетті. Себебі ол Алла Тағаланың үйін бұзам деп келгеннен кейін Алла Тағаланың былай айтқанда ажалдары көбірек. Алла Тағаланың былай айтқанда олардың мәкірлерден қарағанда хайыррақ. Себебі белгілі бір әбәбилді, белгілі бір құстарды жіберіп осындай, Алла Тағала оларды жұқ қылып жіберді. Бірақ кім? Абдумуталиб та, қалған Құрайштармен де бәрі, тіпті мына Абраханың пілі де аман қалды. Абраха өзі қаншама лашкерлер сол жерден, әскерлермен сол жерден не істеді? Жермен жексен болып, солардан кейін Алла Тағала тарапынан осындай бір қою, нөсер болып, жаңбыр болып, бүкіл сол жерде өліктерін Алла Тағала жудырып не істеді? Тазалады дейді. Неге? Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям дүниеге келмей тұрып, Алла Тағала осындай әртүрлі ластардан Меккені, өзінің үйінің қағбаны Алла Тағала тазартады. Ва ахиру дауана алхамдулиллахи раббил алямин. Аллахумма салли аля саййидина ва набийина Мухаммад ва аля али саййидина ва набийина Мухаммад. اللهم ألف قلوبنا ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير жаратқан жаббар еміз я Раббаның әзәл вәл икрам. Осы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тарихына Аллахым өлгі өнеге ғибрат алуын насип еткен. Я Раббана кәрім әзәл вәл икрам. Біздерді Аллахым әртүрлі бәлелерден, аурудан, сырқаудан Аллахым сақтаған. Раббана алейка таваккална ва илейка набна ва илейкал масир.